Таза Қазақстан республикалық акциясы еліміздің барлық аймағында жалғасын тауып, жалпы халықтық эко-челленджге айналды. Бүгінде бұл шараға ерікті жастар мен белсенді студенттер ғана емес, түрлі мекеме қызметкерлері мен ғалымдар да атсалысуда. Басты мақсат қоршаған ортаны сақтап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында ерікті жастар Қазақ хандығы монумент аумағында тазалық жұмыстарын жүргізді. Белсенділер тарихи нысанның айналасын қоқыстан тазартып, абаттандыруға үлес қосты. Шараның мақсаты туристер жиі келетін көлікті орындардың тазалығын сақтау, қаланың келбетін жақсарту және тарихи мұраға құрмет көрсету. Игі іске еріктілермен қатар жасыл еңбек жасақтарының мүшелері де қатысты. Бұл нысан Тараз қаласына келетін қонақтар менен туристердің белгілі бір қонақжай тарихи мәдени нысан екені белгілі. Міне осы нысанның айналасын тек қана сыпырып қана қоймай, оның айналасын абаттандыру, өсіп біткен әлгі ағаштардың бәрін балақтау, бұтау, осы сияқты жұмыстарды біз қолға алып отырмыз. Биыл Таза Қазақстан акциясы аясында өңірде 800-ге жоқ іс-шара ұйымдастырылып, оған 17 мыңнан астам жас қатысты. Жастардың қатысуымен Мөлдір бұлақ, тарихи өлкенің тазалығы, таза саябақ, таза мөлтек аудан сияқты экологиялық апталықтар тұрақты түрде өткізіліп келеді. Жалпы жамбылдық жастары Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясына жыл басынан бері 800-ге жоқ іс-шара өткізіп, 17 мыңнан астам жасты қамтыдық. Біздің жастар қазіргі таңда осы жасыл еңбек жасақтары бастаған жастарымыз бар. Жасыл еңбек жасақтары қазіргі таңда осы облыс бойынша 2000 жасты қамту көзделген болатын. Қазіргі таңда 2000 жастың тең жартысын қамтып үлгердік деп айта аламыз. Осы апта Таза Қазақстан акциясы аясында тарихи өлкенің тазалық апталығы басталды. Алдағы 5 күнде еріктілер тарихи мәдени нысандардың аумағын тазалап, абаттандыру жұмыстарын жүргізеді. Бекзат Аширбай аңсар тілеп берген Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.